Жамбыл облысы Шу ауданы Қонаев ауылы құт-дарыған қасиетті аймақ. Қай кезде де жақсы қырынан көрінген, елі елдігін нығайтқан, жеріне қуат-береке орнаған киелі мекен. Табиғаты әсем, адамдары да көп ұлтты, еңбекқорлығымен ерекшеленеді. Мен Тұрғынова Диляра, Дінмұхамед Қонаев атындағы орта мектебінің 9-шы сынып оқушысымын. Сіздерді өлкенің заманауи архитектуралық нысаны 2022 жылы 30 тамызда ашылған мәдениет үйіміздің тарихымен таныстырамын. Алғашқы мәдени ошағын оңтүстік геология экспедициясы тұрғызған. Кейіннен СПТУ 109 училищесі оны өз құзырына алған. Монша, балабақша, аурухана, клуб, автогараж және диірмен іске қосылды. 1997 жылы жабылып қалған ауыл кітапханасы 2000 жылы мәдениетті қолдау жылында қайтадан ашылып, оқырмандарға қызмет етіп келеді. 2007 жылы маусым айында ауыл клубы қайта ашылды. Ауыл әкімшілік ғимаратында ауыл әкімінің аппараты. Сондай-ақ кітапхана, клуб және пошта бөлімшесі осы ғимаратта жұмыс істеген. Конституция күні қарсаңында мәдениет үйі ашылды. Ел игілігіне берілген бұл нысан ауыл тұрғындарының көптен бергі арманы болатын. Ауыл ел бесігі жобасы аясында бой көтерген нысан. Былтыр басталған құрылыс жұмыстары жыл ішінде жүргізіліп, ауыл қарияларының қадағалауымен белгіленген мерзімде беріліп отыр. 180 орындық жаңа мәдени ошақ құрылыс жұмыстарына жергілікті тұрғындар тартылған. Айбынымызды асқақтатар ата заң күніне орай ашылған мәдени ошақ ауылымызды көркейтіп жандандырды. Қонаев ауылдық мәдениет үйіне 17 штаттық бірлік беру жоспарланған. Оның ішінде меңгеруші, мәдени ұйымдастырушы, дыбыс режиссері, үйірме жетекшілері, шаруашылық меңгерушісі мен техникалық қызметкерлер бар. Сонымен бірге осы ғимарат ішінен ауылдық кітапханаға арнап 2 бөлме берілді. Заманауи үлгіге сай жарақталған мәдениет үйі ауыл тұрғындарына қызмет етпек. Биыл аты аңызға айналған ардақты тұлға Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың туғанына 110 жыл толып отыр. Біртуар перзенттің атымен аталған ауылда ашылған мәдениет үйі торқалы тойға тамаша тарту деп ойлаймын. Ауылымыздың ынтымағы жарасқан, ырысы тасыған. Осыдан 1-2 жыл бұрын ғана үлгілі ауыл атанған. Болашақта ауылым көркейген үстіне көркеп, аумағы кеңейіп, аудан орталығы сынды ірі ауылға айналады деген үміттемін. Гүлденсе ауыл, гүлденеміз бәріміз дегендей, мықты маман иесі болып, ауылымды көркейтуге, тер төгуге дайынмын. В канун Дня Конституции был открыт Дом культуры, который стал давней мечтой жителей села. Объект построен в рамках проекта «Аул ел бесігі». Строительные работы, начатые в прошлом году, велись в течение года и под надзором сельских стариков были переданы в установленные сроки. Новый культурный очаг на 180 мест. К строительным работам привлечены местные жители. This year marks the 110 years anniversary of the birth of the legendary figure, Қонаев Дінмұхамед Ахметович. I think what the House of Culture, which was opened in the village, named after a unique son, is a great gift for the witch, wedding, or Torkali. I don't know, he said. Only a couple of years ago it was called a mobile village. In the future, I hope what my village will become more beautiful. Expand its territory and become such a large village as the center of the district. If the village flowers, we will prosper. I am ready to become the author of a strong speculation to improve my village.